y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясын зерттеп, графигін сызайық. Функцияның анықталу облысын табамыз. x тең түбір астындағы 3 және x тең минус түбір астындағы 3 түзулері вертикаль асимптоталар болады. Екінші, функцияның тақ жұптығын анықтаймыз. Функцияның анықталу облысы нөлге қатысты симметриялы. Демек, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 тақ функция, және оның графигі координаталар бас нүктесіне қатысты симметриялы болады. Үшінші, функция графигінің координаталары осьтерімен қиылысу нүктелерін табамыз. Біздің функциямыздың графигі координаталар бас нүктесі арқылы өтеді. Төртінші, таңба тұрақтылық аралықтарын табамыз. x куб бөлінген x квадрат минус 3 нөлден үлкен теңсіздігін интервалдар әдіс арқылы шешейік. Бөлшектің алымы мен бөлімінің түбірлерін тауып, оларды сандық түзуге белгілеп, таңбаларын қоямыз. Бесінші, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясы графигінің асимптоталарын табамыз. Біз вертикаль асимптоталарды бірінші пунктте таптық. Олар x тең түбір астындағы 3 және x тең минус түбір астындағы 3 түзулері. y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясының горизонталь асимптотасының теңдеуі y тең b түрінде болады. x куб бөлінген x квадрат минус 3 бөлшегінің алымының дәрежесі бөлімінің дәрежесінен 1-ге артық. Сондықтан, x шексіздікке ұмтылғандағы x куб бөлінген x квадрат алу 3 функциясының шегі жоқ. Және y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясы графигінің горизонталь асимптотасы болмайды. Көлбеу асимптотаны тауып көрейік. Көлбеу асимптотаның теңдеуі y тең kx қосу b түрінде болады. K және b коэффициенттері мынадай үлгі арқылы табылады. Яғни көлбеу асимптотаның теңдеуі y тең x түрінде болады. Асимптоталарды координаталық жазықтыққа салайық. Алтыншы, y тең x куб бөлінген x квадрат минус 3 функциясының өсу кему аралықтары мен экстремумдерін табалық. Ол үшін функцияның туындысын табамыз. Туындыны нөлге теңестіреміз. Бөлшек бөлімінің түбірлері x тең плюс минус түбір астындағы 3. Туындының нөлдері мен оның бөлімінің түбірлерін сандық түзуге салып, таңбаларын қоямыз. Және экстремум нүктелері мен өсу және кему аралықтарын табамыз. Енді функцияның экстремум нүктелеріндегі мәндерін табамыз. Сонымен, координаталық жазықтықта функцияның минимум және максимум нүктелерін және функция графигінің координаталары осьтерімен қиылысу нүктелерін белгілейік. Енді функцияның өсу кему аралықтары мен таңба тұрақтылық аралықтарын ескере отырып, оның графигін сызамыз.